Бай болсаң қасыңда адам көбейіп кетеді. Бай болсаң, сосын бастық болсаң бар ғой, кәдімгідей маска киіп алған жағымпаздар деген жүгіреді алдыңда. Бұлай жерге жатып алады алдыңа ше, үстімнен басып өтші деп ше. Жермен өтпеш туфлиң асты шаң болып қалады деп ше. Бауыржан ұстаз күшті айтқан ғой, Бауыржан марқұм ұстаз. Жағымпаздықтың арнайы мектебі жоқ дейді, бірақ бітіруші түлегі көп та, не қылған түлектер ол. Сол жаңағы қасында жағымпаздарымен Байекең базарда келе жатса, бір жесір апамыз бар екен, 6-7 бала шағасы бар, бейшара зәйтүн майын сатады екен. Оливковый масло дейді ғой. Цветі қандай болады білесіздер ме? Оливковый маслоның оригинал жасыл болады, оливковый масло жасыл болады. Сонда төбесіне қойып, баласын күнелтіп жүрген адам ғой, бала шағасын асырап жүр. Ай, зәйтүн майын аламыз деп кел жатыр дейді да апам. Құдайдың тағдыры ғой, мынау қарама-қарсы шығып қалады ғой Байекең ше. Мынадай әппақ көйлек, Байекең киімі де қымбат болады ғой. Зарадан неден барып киінеді ғой. Бүйтіп кел жатып, сонымен қатын деп айтады дейді да. Мына майыңа су қосылмаған ба деп айтады дейді. Қосылмаған, мен алдамай сатам, көресіз ба деп, нені түсіріп атқан ғой, ыдыс қой басына қойып кеткансыз. Ана ыдыспен шайқалған кезде үстіне тамып кетеді ғой анау. Ақ көйлегі нешен бәрі жап-жасыл болып қалады ше. Оңбаған қатын жесір. Мынаң ақшасын төле, 1000 дирхамның көйлегі бол деп айтады дейді ғой. Ойбой, жарықтық. 1000 дирхам, пәленбай 100 000 теңге ғой. 1000 дирхамның көйлегі мынаны төле ақшасын деп айтады дейді. Айналайын, мен қалай төлеймін? Мен өзім баламды әлден асырап отырмын. Байқамай қалдым. Кешірші деп жатыр. Апа ғой, үлкен апа. Анаған жалынып жатыр. Кішкентай жас бала. Кешір балам, кешір. 1000 дирхам төле деп айтады дейді. Төле. Төле алмайсың ба? Басқаша болады әңгіме. Адамның бәрі жиналып қалған ан жерге. Сонымен ана апаны жерден алып жерге салып жатыр ғой жаңа ше. Енді өзінікін көрсетіп жатыр да, көрдіңіз ба? Семіздікті қой көтеретіп жатқам сол ғой. Сонда мына жақтан бір жігіт шықты дейді ғой, саудагер жігіт шықты. 1000 дирхам ба көйлегіңіз деп айтады дейді да, апаң орнына мен төлеймін деп айтады дейді. Мінекей 1000 дирхам деп қолына әкеп дорбаны ұстатты дейді жаңа. Қолына 1000 дирхамды ұстатты да, көйлекті шеш деп айтады дейді. Ана қолына тиген бойда көйлекті шеш деп айтты дейді ғой. Қалай шеш? Мен тоқтай тұр, мен ауыстырып. Жоқ, көйлек шеш осы жерде деп айтады дейді. Мен көйлекті сатып алып қойдым дейді да 1000 дирхамға. Мен қалай шешем? Шеш көйлекті дейді. Ақшаны алдың ғой қолыңа. Сауда кетіп қалды дейді да. Ақшаны алдың, давай көйлек шешен деп айтады. Қалай өзінше бір андай болып жатыр еді ғой. Шеше алмайсың ба деп айтады дейді, жігіт айтады дейді. Мен мына көйлекті үстіңде тұрған жерінде сатам, 2000 дирхамға сатып ал деп айтады дейді. Қалай шешеді, ішінде дым жоқ қой. Тұрған жерінде 2000 дирхамға анан қайтадан сатып алған ғой. 1000 дирхамды апаға берді дейді ғой, апа бүгінгі саудаңыз сіздің деп. 1000 дирхамды өзін жоғары санап еді, не істеді? Алла көпшіліктің ішінде қорғып тастады ғой, көрдіңіз ба? Адам өзін солай жоғары санай береді, Алла оны қорғыла береді. Адам өзін төмен қыла береді, Алла оны ұлық қылып қояды.